Дінге қызыққан адам радикалдануға қызығам деп ойламайды ғой, негізі өзі сезбейді. Бірақ сыртқа формада біз бағалаймыз, ол бірінші кезең қызығушылық кезеңі, яғни діни құндылықтарға деген ынтасының оянып, және өзінің білген нәрселерін бұрынмен білмеген екенмін, бұрынмен адасқан екенмін деген секілді қызығушылықпен жай бір жаңағы 100%-ық көрсеткішпен радикалды өлшейтін болсақ, 10-15%-ық кезең жаймен қалыптаса бастайды осы бірінші алғашқы кезеңде. Ал екінші кезеңде ол уақыт өтумен осындай жаңағы ақпараттарға түрлі тоғысудың салдарынан оның пікірімен қарама-қайшылық болады. Енді ол жерде пікір қақтығысы болғаннан кейін олардың барлығын адасушылықта деп айыптап кикілжіңдерге барып отырады. Ал енді үшінші кезең, ол үшінші кезеңді біз шарықтау шегі деп айтамыз. Яғни ол радикалдық көріністің ең жоғарғы шеніне 100%-ға жету. Ол кезде енді ондай субъекті әрине өте қоғамға қауіпті болады. Яғни ондай субъектіде әрекеттер басталады. Яғни былай айтқанда тырнақшаның ішінде тапсырма деп айтамыз ба, өзінің алға қойған мақсаттарына қол жеткізу, яғни Құдай үшін деп ойлайды ғой, енді олар бір ақиқаттың үстіндеміз деп. Ең соңында өзін құрбан қылуға дейін, қажет болса малын, мүлкін, денесін, өмірін құрбан қылуға дейін соған дайын күйге түсу. Міне осы радикалдықтың ең жоғарғы шегі деп есептеледі.